Уайымдама досым. Ош әке анам ғой не ағып кешіреді ғой олар. Сен қазір аяққа барған екен бар ғой адам еді. Естің төсін антап қара. Ақыматы кішкентай ғой, байқамай қалуы мүмкін. Дұрыстап қарайсың енді. Досым, мен байқамай қалған жағдайда да ашық шешім қабылдауын білемін демесем. Ол атадан қатты да оқымаған да шығар енді. Мүмкін, өзің сала бермейсің. Мен енді поддержка бере алмасам да енді білесің ғой радым. Барайын аяқ қойшай, салына бермеші, әке үшін ғой. Бүгін кешірмесе, ертең кешіреді. Білем ғой мен әпшем білмеймін. Барайын. Звонда мен аяқтан. Қораға көмектеспейсің, Я Алла, егер ата-анам мені кешірсе, бұдан кейін оларды ренжітпеуге сөз берем. Ал егер олар кешірмесе, жүректерге мейірім беруші сенсің ғой. Оларды кешірте көрші. Аржан ұсташы, аттанба кірсін слайық. Кірсін слайықшы. Байқа. Қалайлы. Әкеңіз мен істейін. Балам, сен келдің ба? Жарығым сол әкеш бер, мен өзім көтеріп, сен отыра бер. Ұстаған соң соңына дейін апарсын. Жарығым, сол. Мен шай қоя берейін онда. Я момын. Алып келдің бе? Миллион таппан 300 мың теңге алып келдім. Ай, момын. Атыңа зат тура кетті да сен. Момын, сен маған ренжіме. Мен саған 7-те алып келдім. Сағат қанша болды? 8 болды. 1 сағат болды сені күткеніме. Кетіп қалды уже. Сағат 7-те кетіп қалды. Сен делан. Отыр. Олай істейміз. Сен наличка ма или колд па? Жоқ, Каспийде ғой. Оны сен бар да шешіп алып келесің. Мен ана жақпен сөйлесіп көрем. Шешілсе шешілді, шешілмесе сен маған ренжіме. Ақша өзінде қалады. Қалай келістік па? Жарайды. Башат суда. Қалай ол, дәлелсіз саған жала жабады ол? Түсінбеймін мен. Енді
жа телефонды мен алғаным, одан кейін ұрғаным камераға түсіп кеткен дәлел болып тұр ғой. Ай. Телефонды әкелші бер. Сол районда мен рулыда танысым болу керек. Мүмкін емес, ол дәлелсіз жала жабу деген. Алло, Баке, ассалаумалейкум. Жақсы жүріп жатырмыз. Баке, сізге бір өтініш бар еді. Сізге телефон ұрлау туралы арыз келіп түсті ма? Көп болғанда арасында Момын деген. Баке, сол істі сіз өзіңіз жеке қадағаласаңыз, бір шикілік бар сияқты. Түсінікті, сізден хабар күтемін. Ал, не бүлдіріп жүрсің сен, а? Қалаға барып жетістікке жетем деген түрің осы ма? Қайта проблема создать етіп. Ана шешеңнің көңілін қалдырып тапқан берекетің осы болды ма? Папа, мен ойымда 1% болса да, сіздерді тастап кетем, өзіммен өзім болып кетем, сіздерді бақпай кетем деген менде ниет болған жоқ. Мен қалаға барып, мен өз күшіммен бір жетістікке жетіп, мен сіздерді қуантқым келді. Ал, қуанттың менді? Енді, сізде жас болған шығарсыз. Сізде кезінде қателесіп көрдіңіз. Ең бастысы менің ойым таза болды, ниетім адал болды ғой. Сіз баяғыда Москваға барып жұмыс істеген кезде әр келген сайын ата мен апаға сыйлыға келіп сіз қуантатын едіңіз. Ал мен соны көріп өстім. Соған қызығып өстім. Сомен? Мен бар болған сізге ұқсағым келді. Тыңда, мен саған өмірлік тәжірибесі мол, көпті көрген адам ретінде айтайын. Егер қандай істі бастасаң, үйіңдегі атанаң разы болса ғана берекет бар. Ал разы болмаса, пәлеге ұрынғаның ұрынған. Маған ұқсағым келеді дейсің. Бірақ шынында осы мінезің маған ұқсаған. Білесің бе? Мен де сен сияқты әкеме ұқсағым келген. Сенің атаң өте еңбекқор болатын. Қанша қателессе де, әрбір ісінен үлкен нәтижелер шығаратын. Мен ұқсағым келіп, қаншама істер бастадым. Қаншама шаруалар атқардым, бірақ қателестім. Ұрындым пәлеге. Бірақ сенің әкеңді үлгі тұтқаның сияқты, менің де әкемді үлгі тұтқан мінезің маған ұнады. Бір нәрсені ұқ балам. Ұқсағысы келу оның жасаған ісін қайталау емес. Әрбір істе тек өзіңнің ақылың ғана үлкен жетістіктерге апарады. Себебі уақыт тоқтаусыз жүре береді. Ал уақытына қарай қоғам да өзгереді. Ұқтың ба? Құрмаш, хабарласқандарың жақсы болды. Соңғы кездері шынымен телефон ұрлау көп тіркеліп жүрген еді, сөйтсек бұлар адамдарды әдейіге подставить етіп жүр екен. Өзімізде шет жағасын білдік, бірақ нақты дәлел болмаған соң ұстай алмай жүргенбіз ғой. Енді ұсталып, олардың ісін прокуратура қарап жатыр. Хабарласқандарыңа рахмет, әйтеуір ешқандай ақша беріп қоймасаңдар болды ғой. Қазір сендерге тергеушінің номерін жіберемін. Бәсе, сіз ғанаға қарай, айттым ғой мен. Ұрлаған жоқпын дедім ғой. Міне жіберді, мынан қара, осы ма? Дәл осы. Осы ғой сені ақша сұраған. Осы қызыл болсын. Түсінікті болды. Айттым ғой мен, бұл істе бір шикілік бар деп. Жүрегім ұшып кете жаздады ғой. Ей, шынымен ақша беріп қойған жоқсың ба?
Не болды, түрің өзгеріп қалды ғой. Шыныңды айт. Жоқ. Дұрыс. Бұл мінезің маған ұқсаған екен. Істің оң болғанына шүкір. Шай дайын. Кәз. Жүр шайға. Мына жер бос па екен? Түсінбедім. Отырсам бола ма деп атқаным ғой. Отырыңыз. Қай ай сіздікі? А? Босанатын айыңыз сұрап жатырмын ғой. Қай екен? Ыңғайсыз болды, кешіріңіз. Мазасын ала бермесеңіз, шола бөтен адамның. Көріп отырса аяғы ауыр, әбір жеп отыр. Кешір айналайын, мен жай қызығушылықпен сұрап ыңғайсыз болды, кешіріңіз. Ештеңе етпейді. 6 ай болып жатырмыз. Иә, өмірге сайлықалы ұрпақтар атпайсыз, қорықпаңыз. Бәрі керемет тамаша болады. Уайымдамаңыз. Бәрібірде қорқамын. Несін уайымдайсыз? Отбасыңыз жақсы бір қолдау көрсететін шығар енді сізге. Иә, қолдаушым бар. Бірақ та ауру әкем бар еді, соны уайымдаймын. Алла шипасын берсе, әкеңіз де тәуір болып кетер. Енді барлығымызда пешенемізге жазылғанды көреміз ғой. Бәрі жақсы болады. Ешқандай уайымдамаңыз. Керемет болады барлығы. Жүріңіз. Жүріңіз, папа, таксиіміз келді. Иә. Кеше келген ғой негізі. Әбдіғалидің үйіне қонып келатырмын. Келгенін өте қуаныштымыз біз, балам. Былай қыл, сен бүгін ертерек демал, жақсылап тынық, ертең атқаратын шаруа көп. Ұқтың ба? Қоралары бар, мал бар, айтпақшы сен анау 6 ай жоқ болам деп қоран жұмысын ұмытып қалған жоқсың ба? Жоқ. Иә, солай болсын. Малдар да сені сағынған ғой. Арасында момын дәде деп іздеп тұрады. Сөйте ғой, тынық бар. Жақсы. Біз батам өзіме. Осы балаң енді келгенде қасыңнан қалдырмай алып жүр. Ақыл тоқтатпаған ғой, неге келмеді? Еркелете берме ол баланы. Кішкентай бала емес қой, дардай болды. Үйленетін жасқа келді ғой. Әлде үйлендіреміз ба? Қалай ойлайсың? Қойшы сен де аяқ астынан. Қайда үйлендірген? Қызы да жоқ қой оның. Қайдан табып соны аяқ астынан? Кім біледі қызы? Алло, қалайсың батам? Жақсы. Мен ауылда үйде жатқан простой телефон ұстап алғам ғой. Алло, сен шықпай жатыр. Алло, дауысың естілмей жатыр ғой. Не үндемей жатсың?
Сен үндемей қалғанға жүрегің тоқтап қалма деп шошып кеттім ғой. Сенім, мен де сағындым ғой. Жақсы көрем. Жақсы көрем сені. Папаммен сөйлесті ме? Ұзақ әңгіме түсіндіріп берем. Ана жағы... Оның бәрі шешілді. Енді қазір ғана үйлендіреміз деп отырғанда сап ете қалды. Сен де сөйлес енді әкеңмен. Жеңілдеп қаласың мен сияқты. Енді сөйлесе алмай айтсаң, жақсы көретін тамағын жасап бер, жанында жүріп жағдайын жаса, киімдерін үтіктеп бер. Әйтеуір солай-солай сөйлесіп кетесің ғой. Ой, ұйықтап кеттім. Десең де ойнасың. Не? Өзім білем. Қай. Маман ыдыс ауыстырайын ба? Ауыстыра сал. Сосын мына жердегі жуылатын ыдыстарды алды, қалғандары тұра берсін, жарай ма? Қазір ана бала оянады ғой. Бәлкім сағынған шығарсың. Тағы да кешке дейін ұйықтамадың ба, балам? Ертерек келіп шайыңды ішпейсің ба? Не енді, кесейші енді, мына балаға бірдеңе болған ба? Болып отыр енді. Ей? Не болып кет? Түнімен осы қызбен сөйлестің ғой, енді не дейсің енді маған? Кел. Мынау, не қып жүр мынау? Мынаның есі дұрыс па? Не қып жүрсің деген несі? Келінім ғой бұл менің. Екеуміз азанмен тұрып тірлігімізді істеп жатырмыз. Жарғым, келінім емес, қызым бұл менің. Бол, отыр енді. Момын. Ей, Момын. Тұр, не жатсың мынау? Жалқаудың ісін қылмасайшы. Мен шайымды ішіп алдым. Тұр да шайыңды іш, бітіретін шаруа көп. Тұр. Бол, қане, тұр. Бәлкім сағынған шығарсың. Тез отырып шайыңды ішті, әкеңе көмектес. Ұйықтап қаппын жема. Мен сендердің ұйқыларың қандайды ғой? Шай құймас па маған? Не болды? Шай құймағанға жүрегім тоқтап қалды деп қорқып кеттің ба? Не болды? Не? Жер тіміскілеп кеттің ғой? Жоқ ой, ашыннан. Болды, білеміз енді. Келін балама? Не? Балам үйленсейші енді. Қалың малыңды жинап отырмыз. Біздің денсаулығымыз бар кезде, әке-шегінің көзі тірі кезінде алып кел келінді, көрейік, немере сүйейік. Мәңгі жүре бермейміз ғой, балам. Сен бізде жалғызсың. Алла. Ата-анасы бар адамның басында көрінбейтін тәжі бар. Оны тек ата-анасы жоқ адамдар ғана көреді. Соны ұқпайсыңдар ғой. Жоқ, қаяқтың әлі. Осыны саған айтқымыз келіп жүрген балам. Алып кел. Біз де бір мәре сере болып қалайық. Че там? Үйленетін болдың ба? Неге күледі мына бала? Маған нақтысын айт, үйленетін болдың ба? Үйленетін болдың ба дейсіз ба? Бәлкім
1+0 сериалындағы оқиғалардың 60%-ға жуығы өмірден алынып, және сол бастарынан өткен адамдардың рұқсаты бойынша түсірілген. Ал енді не ұқтыңыз, не түсіндіңіз, өз пікіріңізді білдірсеңіз болады. Көкірек көзі бар адам үшін шындыққа ашық дәлелдер көп. Оқи білгенге жапырақта ұстаз. 1+0 деген атаудың мағынасы осы финалдық серияда ашылды деген ойдамыз. Осы жобаның продюсері Момынның, яғни режиссеріміздің ата-анасы Әлия Сәтбаева, Мерғазы Байымбетов мырзаларға және барша ат салысқан қолдаушыларға алғысымызды білдіреміз. Момын мен Бегімсұлу, яғни шын өмірде Мұқағали мен Айгүлдің авторлық туындысы ұнады деген үміттеміз, және алда басқа да жобалар жарық көргенін қаласаңыз, осы сериалды достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Көрермен бір нәрсе түсінсе, біз әрдайым қуаныштымыз.